1991 жыл 16 желтоқсан. Еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін құрметтейтін күн. Тәуелсіз Қазақстан. Азаттыққа қол жеткелі Алаш даласында ауқымды істер атқарылды. Тұран тұрпатты тұлғалар тәуелсіздікті тұрақтандыру жолында тегеурін танытты. Жетелі жетістіктер мен толайым табыстарға кенелдік. Атап айтарлығы Қазақстан небәрі ширек ғасыр ішінде бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енді. 30-дың да ауылы алыс емес. Елбасының сындарлы саясатының арқасында стратегиялық бағдарламалар мерзімінен бұрын орындалды. Осы орайда мейлі ол үлкен мегаполис болсын, мейлі кішкентай ғана елді мекен болсын, республикамыздың өсіп өркендеуіне қосып жатқан үлесі орасан. Сарысу ауданы. Жамбыл облысының батысындағы әкімшілік бөлік. Құрылған жылы 1928. Жер аумағы 31,3 мың шақырым. Аудандағы 26 елді мекен 9 ауылдық округке және бір қалалық әкімшілікке біріктірілген. Аудан орталығы Жаңатас қаласы, халық саны 43,896 адам. Аудан 1928 жылы 3 қыркүйекте көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы аудандарды белгілеу туралы қаулы аясында құрылған. Осы қаулыға сәйкес Сарысу ауданы Қызылқұм, Созақ, Шу аудандарымен бірге Сырдария округына қаратылған. 1928 жылы Қазақстанда өткізілген ірі байларды тәркілеу науқанының көшпелі халыққа тигізген зардабы шексіз. Ал 1932-33 жылдары ғасырлар бойы көшпелі тірлікпен күн кешіп, еркін шаруашылықпен, мал өсірумен айналысқан халықты күштеп ұжымдастыру салдарынан болған нәубет Сарысу халқын аяусыз қырғынға ұшыратқан. Қарағанды облысының Жаңарқа ауданындағы Сарысу өзенінің бойынан 6000-дай шаңырақ үдере көшіп, Қаратау бойына шұбырды. Голошекиннің солақай саясаты салдарынан бір ғана Сарысудың сардаласында сол 6000 шаңырақтан 2000-дайы арып ашып, Қаратау алқабына тұяқ іліктіреді. Сан түрлі салықтар, дегенмен отырықшылық дәстүрден қол үзбей, диқаншылық кәсіпті серік еткен қаратаулықтар ұзақ көштен шаршап шалдыққан, әбден әлсіреген ағайындарға қолдан келген қамқорлықтарын аямайды. Жер бетіндегі, жер астындағы байлыққа байланысты осы Сарысу ауданы бүгінгі күнде 25 жылда бір өзінің үлесін осы Жамбыл облысымыздың, Қазақстанның дамуына үлесін қосты деп біз сенімдеміз. Сол қандай үлес қосылды, қай жағынан сіздің ойыңызша осы 25 жылда айтарлықтай жетістіктерге жетті? Аз ғана уақытта осы ел болды. Біз мақтанамыз. Себебі жерімізге қарап балалар өсіп жатыр. Соның барлығын өсіп өндіру үшін біз әлі талай қызмет істеуіміз керек. Есі бар ер азаматтар, атта жүрген ер азаматтар бұл күнді жастарға өзінің өткен өмірлерін еске алып тұрып, соларға бір тарихи әңгіме айту керек. Халық төрттілік мал өсіруге ден қояды. Мысалы 1934 жылы шілде айындағы санақта ауданда ұсақ мал саны 7651 бас болса, 1935 жылы 18875-ке жеткен. Сол жылы Сарысу ауданында 12 ауылдық кеңеске біріктірілген 47 артель болған. Ұлы Отан соғысынан 2700-ден астам сарысулықтар туған топырағына қайта оралмады. Амантай Дәулетбеков, Берген Исаханов секілді кеңес одағының батырларының, даңқты мерген батыр Ибраим Сүлейменовтің кіндік қаны сонау Сарысу өзенінің бойында тамғандығын ұрпақтары мақтан етеді. 1950 жылы Сарысу ауданында қой ешкі саны 183.320 басқа, мүйізді ірі қара 11355-ке, жылқы 4130-ға жетті. Мал шаруашылығын өркендетудегі үздік табыстар үшін ауданның 15 малшысы 1949 жылы социалистік еңбек ері атағын иеленді. 1962 жылы Сарысу ауданы Талас ауданына қосылады, ал 1967 жылы Сарысу ауданы қайта құрылады. Бұрын Мойынқұм ауданына қарап келген Сарысу Шығанақ, Қамқалы совхоздары Сарысу ауданына қосылды. 1990 жылы ауданда қой ешкі саны 300 мың басқа, мүйізді ірі қара 10.500, жылқы 10 мың, түйе 1800 басқа жетеді. 90 жылдарда құлдырады, жекеге кетті, сөйтіп барып енді қазіргі жылдарда қайттан сол бұрын қалпына келе жатыр. Өйткені мемлекеттің қолдауы бар. Жаңағы бәріне
Малға бұрында ол енді ескі неде де совет үкіметінің кезінде де берілетін. Бірақ енді соны кейін тоқырап қалды да одан қайта берді, субсидия етіп отыр. Малды асылдандырып отыр. Осыған баса кеуіл бөліп отыр. Егемендігіміздің алғашқы 10 жылдығында Сарысудың өнеркәсіп саласында шығарылған өнім көлемі 506 миллион теңгені құраған болатын. Бұл сандар биыл 10 миллиард 786 миллионға жеткен. Өсім тайға таңба басқандай ақ көрініп тұр. Ал тартылған инвестиция көлемі 27 миллионнан 14 миллиард 884 миллионға жетіп отыр. Жалпы халық саны 43.896. Ғасыр есігін қағып тұрған тұрлаусыз жылдар ішінде алға қойған жоспарлар орындалып, томар ойлы тұлғалар толағай табысқа кенелді. Елбасының сөзі бар ғой. Біз енді ешкімнен қорықпаймыз. Біз өзіміздің шекараны белгілеп алдық. Біздің өзіміздің туымыз бар, әнұранымыз бар. Біз ешкімге қол жаймаймыз деген сөздер бар. Ал енді мемлекеттер бар, 50-70 миллион халықтар бар. Өзінің жері де, елі де әлі әзір жоқ. Ал біз олар өмір бақи ғасыр бойы өмір сүріп жатса да, олар өздерінің мекені болмағаннан кейін ел қаңғып, тәуелсіздікке әлі күресіп жүрген бір талай мемлекеттер бар. Жаңатастағы ірі өндіріс кешені Еврахим тыңайтқыш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Минералдық тыңайтқыштарды өндірудегі таптырмас химиялық зауыт 2000 адамға жұмыс орнын ашуға жоспарлап отыр. Алып өндіріс кешені жылына 1400 тонна минералдық тыңайтқыш шығарады. Сондай-ақ жыл басынан бері 366 мың тонна фосфор, 227 мың тонна ұнтақталған фосфор өндірілген. Бұл цех фосфоритный ұн шығаратын цех. Бұл цех уникальный цех. Бұл біздің Еврахимның жүрегі деп саналады. Бұл жерде біз ұсақтау операциясы, ұнтақтау операциясын жүргіземіз. Кореядан келген тастарды бірінші дробилкада ұсақтаймыз. Одан кейін мынау диірменде немістердің шығарған компаниясы Леша. Осы жерде біз ұнтақтаймыз сол нені. Ұн қылып шығарамыз материалды. Одан кейін система пневмотранспортпен узел отгрузкаға жібереміз. Тараз көлік жолы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бюджетке салық төлемі 54 миллион теңге. Өндірілген өнім көлемі 3800 тонна асфальт, 4000 тонна қиыршық тас. Жұмысшы саны 17. Толық қуаттылығында 50 адам. Орташа жалақы 70 мың теңгені құрайды. Негізгі қызметі автокөлік жолдарын жөндеу және құрылыс жүргізуге қажетті материалдар даярлау. Жобаның мақсаты құрылыс құмын, қиыршық тас, құм аралас қиыршық тастар өндірісі, қиыршық тасты оңтайлы қоспасын және асфальт араластыру зауытының құрылысы. 5 гектар аумақты алып жатқан өндіріс кешенінің жалпы құны 250 миллион теңгені құрайды. Тараз көлік жолы серіктестігін Жаңатас қаласының жаңа тынысы десек те болады. Бұл зауыттың сағатына 56 тонна асфальт өндіруге қуаттылығы жетеді. Одан бөлек 300 куб шағал өндіре алады. Қазір біз маусымдық жұмыстарды аяқтап, тек тапсырыспен жұмыс істеудеміз. Әңгіменің ауанын өзгертіп алға көз жүгіртсек, ел игілігіне берілетін қандай жобалар іске асуда? Әрине, әрбір іске асқан жоба мұндағы тұрғындар үшін аса маңызды, ал іске асырылатыны одан да маңыздырақ. Себебі көбіне кішігірім елді мекендерде жұмыссыздық мәселесі бірінші орында десек жалған шықпас. Сонымен, Асыл тұз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Онда йодталған ас тұзы өндірілетін болады. Жобаның жалпы құны 690 миллион теңге 2017 жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Құрылыс жұмыстары аяқталған соң 75 адам жұмыспен қамтылмақ. 50 мың тонна ас тұзын өндіруге мүмкіндігі бар. Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іске асырылуда. Заводтың құрылысы жүріп жатыр. Бұның қуаттылығы жылына 50 мың тонна ас тұзын дайындайды. Бірінші бұл заводты осы Жаңатас қаласында іске асыру біздің бірінші мақсатымыз. Инвестор тарту. Жергілікті азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орнын ашу. Бұл өндірісте 75 жаңа жұмыс орны ашылады.
Жеке кәсіпкерлік Паршин, мәрмәр тасынан өнім шығару өңдеу цехы. Жобаның басты мақсаты жергілікті тұрғындарға сапалы және қол жетімді бағада мәрмәр тасынан өнім шығарып, Қазақстан Республикасының экономикалық өсіміне титтей де болса үлесін қосу. Фирма минерал өндірістік алаңы, табиғи құрылыс және сәндік тастарды кесу және өңдеуден алдына жан салмай келеді. Жылдық қуаттылығы 90 тонна өнім. Тұрғылықты 9 адам жұмысқа жұмылдырылған. Өндірістік алаң биыл бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында үкіметтен несие алып, қолдау көріп отырған жайы бар. Тас өңдеумен айналсам, яғни кең көлемде. Тастың түр-түсі маңызды емес. Яғни мәрмәр болсын, мейлі қиыршық тас болсын. Мұнда техникалар жаңа, толық ауысымда жұмыс жасап жатырмыз. Тек кейде құрылғыларды ауыстырып тұрамыз. Ал бүгінде Сарысу ауданы 11 инвестициялық жобаны қолға алмақшы. Сарысу ауданында қала тұрғызылмақ. Біз осы жерде үлкен жағдай жасауымыз керек. Елдің бұл жаңа тас образцовый болу керек. Закрытый город планымыз. Бұл план вообще 30 жылға салынған, бірақ кейін қайттан қаралып, 2 пятилеткамен жаңа тасты осындай умный город планымыз деп отырмыз. Жаңа жұмыс орындары ашылады. Айтқандай, әлгі инвестициялық жобаларға оралсақ. Игілік жайылма Жаңаталап ауылдық округтерінде көкөніс сақтау қоймаларын ашу жоспарда. Сыйымдылығы 10 мың тонна, ал жобаның жалпы құны 600 миллион теңгені құрап отыр. Сарысу ауданына қарасты барлық ауылдық округтерде жылыжайлар шаруашылығын ашу 20 гектар аумақталса, қажетті инвестиция көлемі 500 миллион теңге болмақ. Жаңатас қаласында кірпіш зауытын соғу жоспарланған, жылына 10 миллион дана кірпіш шығарылмақ. Жобаның жалпы құны 350 миллион теңге. Ал аталмыш ауданның жер қойнауындағы шикізат көлеміне көз жүгіртсек, тұз 1829,9 мың куб, әктасы 17,645 мың куб, ас тұзы 5383,8 мың куб, қиыршықтас 419 мың кубты құрайды екен. Соңғы жылдары Жаңаталап ауылындағы Жантөре саудакен шаруа қожалығы Сарысу ауданының экономикалық өсіміне біршама үлестерін қосып отыр. Бір бүтін ауылды науқан кезінде толық жұмыспен қамтамасыз етеді. Егіншілер биыл 30 гектар жерден пияз, 3,5 гектардан жүгері өнімін алған. Егістік тамшылатып суару арқылы жүргізілген. Бұл болмайтын сияқты көрметімізге тамшылатып суару деген әр жүгерінің түріне су жүгеру, әр пияздың түріне деп есептейтінбіз. Ал ол болады екен. 30 гектар пияз, 7 түрлі пияз екті. Соның қайсысы районерге етіледі, осы жерге жер жағдайына келесі жылы соны көбейтіп егеміз дейді. Бірақ енді дәл биылғы жылға пияздың көбейгеніне байланысты сәл тұрып тұр. Енді бірақ бұлар өнімдерінің бәрін әйтеуір жалдап жабық складтарға қойды. Ауыл шаруашылығы бойынша өндірілген өнім бағаларымен есептегенде мал шаруашылығында 192 миллион 600 мың теңгені құрап, өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 9,9% артқан. Бүгінгі таңда ауданда 6 өндірістік корпоратив, 1 акционерлік қоғам, 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 719 шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен айналысуда. Осы аталған жұмыс орындарында 5121 адам жұмыспен қамтылған. Төрттілік мал басы жылдан жылға өсуде. Бүгінгі күні ауданда мүйіз қара 16 мың бастан асса, қой ешкі 220 мың басқа жуықтапты. Жылқы 4 мыңнан асқан, ал түйе 1415 басқа жетті. Және де мал тұқымын асылдандыру қолға алынып келе жатқандығы қуантады. Болашақта бұдан да үлкен қылуға ниет қылып отырмыз. Бірімен емес, бірнеше адамға жұмыс табылса, жұмыс берсек деген ойда бар. Бұнымен тоқтап қалмаймыз. Болашақта үлкейтеміз. Енді қазір 70-80 сиыр жайынан бар. Өзімдікі бар, кредитке алғаным бар, жылқыдан бір 20-30 жылқымыз бар. Қой баласынан бір 300-400 бас майда мал бар. Айтқандай, Сарысудан республика көлемінде белгілі тұлғалар шыққан. Мысалы, Маралтай Райымбекұлы, Серік Ниязов, алғашқысы халықаралық дарын жастар сыйлығының лауреаты белгілі ақын болса, кейінгісі грек-рим күресінен КСРО спорт шебері, Қазақстан Республикасының ұлттық дәрежедегі төрешісі. Жалпы бұл топырақтан талантты, талапты өрендер шыққаны мәлім. Ұзын соңы дәл осы грек-рим күресінен халықаралық жарыстардың жеңімпазы Төлеген Кемаловпен аяқталып тұр. Әзірге әрине. Ал қазақ киносын әлемдік деңгейге көтерген
Асанәлі Әшімовтың өнер әлеміне сіңірген еңбегі өлшеусіз. Қалың көрерменді өнерімен тәнті еткен халық әртісі. 1990 жылдан бастап Елімай киностудиясының президенті, Парасат орденінің иегері. Осы тұстан қалың көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп жүрген әншілерді де айта кету керек. Бейбіт Сейдуалиева, Дастан Оразбеков те осы тізімге ілінер анық. Қиналған кезде небір ақындар шықты. Сол ақындардың небір өлеңдер шықты. Сол өлеңдерді елге жеткізу қалай? Ол кітап болып жабылып қап, Фаризаның өлеңі сияқты жабылған кітап шаң болып жаттау керек. Оны елге көрсетуіміз керек. Өзіңіз білесіздер, бұл ауылда өте геройымыз бар, Ыбырай Сүлейменов, ақынымыз бар, ақындарымыз. Өзіміздің Асанәлі Әшімов ағамыз өшірден. Сол сияқты айта берсе өте көп мақтанатындар. Бірақ соның барлығы осы елдің жаны қиналып жатса да, бірақ елінің жерін тастап кеткен жоқ. Білім мен өнер домбыраның қос ішегіндей үйлескен десек артық айтқандық емес. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді Абай атамыз. Мың бұрымның дидарына қарап мың құбылған жігіттей. Осы бір жылдар ішінде қай сала қалай құбылды, аудандағы білім саласы қалай өркендеді, медицина жайғандай, бүгінгі аяқ алыс қай бағытта не өзгерді. Евростандартпен салынған 280 орындық балабақша тапсырылып отыр. Ондай балабақша мысалға осы Жаңатас өңірінде енді келіп отыр. Ол кәдімгі бүгінгі европейский стандартпен салынып отыр. Жаңа балалардың далада ойнап, үсті су болғанда шкафқа ілгенде ішінде тұрып, жылы озықпен киім кептіретіндей жағдай жасады. Бүгінгі күнге 27 мектеп бар. 27 мектептің барлығы ол жалғыз Жаңатаста емес, Жаңатаста бір 10-11 мектеп бар, қалғаны ауылдық округта. Олардың да жағдайлары қазір жаман емес. Жол картасы бар, өкіметтің бағдарламасы өте қатты көмектесіп отыр. Бірталай мектеп есін жинап алды. Рас, егер әлемдік өркениетті өресі биік еңсесі тік азамат деп алсақ, біз әлі жұдырығын сығымдап айналасына аңтарыла қараған сәбиіміз. Жеткенімізден жететініміз көп, бергенімізден береріміз мол. Әрбір отбасы, ауыл, аудан, облыс мемлекетімізге өзінің кішкене болса да үлесін қосса, жан тәнімен сүйсе, біздің ел мәңгілік елге айналатынына сенім мол.